Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге сендегі олжа арнасы бүгінгі көрсетілімде әлемді зажылатқан бұл аурулар қайдан шықты? Аурудың індетінен қанша адам қайтыс болды? Неге бұл аурулар уақыт өтіп қайталануда? Бұл сұрақтардың жауабын алдағы бейнероликтерде талқылайтын боламыз. Жұқпалы аурулар адам денесіне вирустық жолмен жұғуы, аурудың бактериялық жолмен адам денесіне бұлшық етіне түсуі арқылы жұқтырылатын келетін аурудың бір түрі. Оба ауруы алғаш кезде бұл пандемиялық ауру Египетте басталып 551 жылы 80 жылдары сол кезде бүкіл өркениетті әлемді қамтыған ауруға Юстинон обасы деген атау берілді. Чума немесе оба ауруы жұқпалы аурулы індет, пестис чума іріңді абсцессті ауру. Аурудың белгілері кенеттен ыстықтың көтерілуі, дененің қалтырауы, бас ауруы, дененің ауруы, әлсіздік, жүрек айну, құсу, бубон жолмен өкпенің лимфа түйіршіктерінің қабынуы, өкпенің ауруы, жұқтырылған инфекциядан кейін көп ұзамай мұрынның қан кетуі, тыныс алудың ауырлауы, жөтел, өкпеден қан кетіп құсу сияқты симптомдары бар. 14 ғасырдың бас кезінде Европа, Шығыс Қытай әкелінген қара өлім індетін бастан кешірді. 1320-30 жылдары оба індетінің бұл аурудың кесірінен Қытай, Орта Азия жерлеріне тарала бастады. Тек қана ол жерлерді қамтып қоймай, таяу шығыс Египетке дейін қамтыды. Мұсылмандардың тарихи дерек көздеріне сай өлім туралы олардың таралу жылдамдығы жұқпалы екен аурудың деректерін жарыса жазды. 1346 жылы қарай Қырымға дейін жетті, Еуропаға дейін жетті. Жалпы саны 20 миллионға жететін адам қайтыс болды. Сол кезде ол Европаның 1/4 бөлігін құрады. Орта ғасырлық 16-18 ғасырдың аралығында Европа мен Азияның эпидемиялық 15 миллионнан астам адам көз жұмды. Осы уақытқа дейін жалпы есептеп қарасақ, чума оба ауруынан әлемнің 6 құрлықтың 4 құрлығына дейін еркін аралап, заманымызға дейін күніне дейін жетіпті. Аурудың салдарынан 100 миллионнан астам адам қайтыс болды. Тырысқақ ауруы тырысқақ өте жұқпалы аурулардың бірі. Біздің дәуірімізге дейінгі 500 жыл бұрын аурудың деректерін жазып қалдырған. Тырысқақ бұл адам тырысқан фибрионымен зақымданғанда туындайтын жіті ішек инфекциясы болып табылады. Тырысқақ ішек қарынның жұқпалы ауруларының бірі. Ішек қарынның басқа да жұқпалы ауруларын қарағанда бұл адамды тырыстырып тастағандықтан тырысқақ деп аталған. Ауру бар жерде тез тарап адамдарды қырғынға ұшыратып өлімді ұштыратын аурудың бір түрі. Тырысқақ тек қана 19 ғасырдың басында ғана 1820 жылдан бастап халықаралық қатынастар дамыған кезінен бастап ауру өрши түсті. 1817-1926 жылдар аралығының ішінде тырысқақтықпен 6 жебелер шар жаппай ауырды. Үндістанның шекарасынан өтіп бүкіл әлем жүзін шарпыған бұл ауру апатқа ұшырату жөнінен 2-ші орынды алады. Испан тұмауы 20 ғасырдың басы әлемге көптеген жағымсыз тонысын сыйлар әкеледі. Испан тұмауы адамзаттың тарихында ең көп таралған тұмау пандемиясының бірі, жұқтырғандар саны, өлім саны жағынан да алда тұрған аурулардың бірі. Испан тұмауының белгілері айтарлықтай ауыр, дененің қызуы 40 градусқа дейін көтерілуі, қатты жөтел, тұншығу, мас болу, түкірген қақырықтың қан кетуі, тері астындағы денелердің қан ағуы, аурудың өлім белгісі, науқас аурудың жаңа кезеңдерінде геморрагиялық өкпенің ісінуін тудыруы, ауру науқастың өз қанына тұншығуы және өлім. Індет 1918 жылдың қаңтарынан 1920 жылдың желтоқсан айына дейін созылып, сол 2 жылдың ішінде әлем бойынша шамамен 550 миллионнан астам адам испан тұмауымен жұқтырды деген болжам бар. Өлім саны алғашқы жыл басында 17 миллионнан болып, кейінгі дерек көздерге сай емес дерек көздер бойынша 50-100 миллион адамға дейін жетті. Ол жер халқының 0,5-3%-ын құрап, испан тұмауы адамзат тарихындағы өте тез таралатын аурулардың бірі болып саналды. Коронавирус COVID-19 ауруының пандемиясы 2009 жылдың желтоқсан айының ортасында орталық Қытайда орналасқан Хубей провинциясына кіретін Ухань қаласының Хуаньян жануарлар мен теңіз өнімдері базарында болған тұрғындарында түсініксіз пневмонияға шалдыққан анықталған кезде басталды. Осыдан кейін Қытай ғалымдары коронавирустың жаңа түрін анықтады. SARS-CoV-2 оның генетикалық құрылымы ауыр жіті респираторлы синдромды деген атаумен танымал. Қоздыратын SARS-CoV вирусына 70% ұқсайтыны белгілі болды. Осылайша олар карта құрып жаңа вирустың генетикалық құрылымын анықтады. Вирустың белгілері бастың ауруы, мұрнының су ағуы, кеуде тұсының ауырсынуы, пневмония, безгек, дене қызуы, жүрек қағысының жиілеуі, тыныс алуының бұзылуы жатады. 22 қаңтардан бастап Ухан қаласында карантин жарияланып, қоғамдық көліктер тоқтатылып, қалаға кіріп шығу тыйым салынды. Дәл осындай карантин 24 қаңтардан бастап Уханға жақын шекаралас қалаларда өтті. Бір ай өтпей бүкіл Қытайды шарпыған вирус Қытайды карантинге жауып тастады. 2020 жылдың
27 қаңтарында белгілі болғандай, Қытайдың ресми мәліметі бойынша 2809 адам вирустың жұқтырғаны тіркелген. Қаңтар айынан бастап вирус тек қана Қытайды ғана емес бүкіл әлемді шарпи бастады. Қазіргі күнде бұл вирусыз ауырып жатқандардың саны 2,824 миллионға жетіп асады. 815 мың адам айығып шықты. Вирус салдарынан осы 3,5 айдың ішінде 200 мыңнан астам адам қайтыс болды. Жоғарыда аталған 1720 оба ауруы, 1820 тырысқақ ауруы, 1920 испан тұмауы, 2020 коронавирустың келуі, 400 жылдықтың 20 жылына сай келуі әлде бір сәйкестіктің болуы, немесе білмейтін адам факторларының жасалған іс болуы мүмкін. Неде болса бұл сынақтардың бәрі бір Құдайға салып, өзіміздің айнала дос бауырларымызға сақтық шараларын шақырып, салауатты өмір салтын ұстайық. Арада видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше қош аман сау болыңыздар.